Сәлем достар. 2,5 жылда 90 кітап оқу бұл аз ба, әлде көп пе? Осы уақыт ішінде жүйелі түрде кітап оқуды бастаған болатынмын. Сонымен ол қалай болды? 2017 жылдың жазында бір кісімен кездесіп, сол кісінің әңгімесін тыңдап қалған болатынмын. Сонымен ол кісінің айтқаны: егерде дейді, кім дейді, кез келген салада өзіне қызық кітапты оқыса, ол сол саланың маманы, ең бір сұранысқа ие мамандардың бірі болмақ деп айтқан жоқ әрине, бірақ енді примерно сондай мағынада айтты. Ол оған мынандай мысал келтіріп кетті, яғни орташа студент жылына 5 кітап оқыса, ал егерде сіз жылына 50 кітап оқитын болсаңыз, соңғы, яғни 4 жылдан кейін университет бітірген кезде сіз жаңағы конкурентіңізден одан әрі басқаша деңгейде, жоғары деңгейде одан озатын боласыз. 4 жылдан кейін сіздің конкурентіңізде 20 кітап, ал сізде 200 кітап. Негізі логично. Бірақ бұл ой басқаларын қаншалықты ойға батырып жібергенін білмеймін, бірақ бұл ой менің басыма кірді. Содан кейін мен шынымен де ойланып қалдым. Бұл ой мені ойға батырып жіберді. Өйткені шынымен де сіз қай сала болсын, сол саланың ең маңызды деген кітаптарын бір жыл ішінде осы темппен бітіретін болсаңыз, сіз басқа конкуренттерден әлдеқайда жоғары деңгейде боласыз. Бірақ та сол білімді пайдаланған кезде да кітап оқудың бір үлкен пайдалары ол жаңағындай ойыңызды өзгертетін, өміріңізді өзгертетін, ойыңызды жинақтауға, миды дамытуға көмектесетін, ол қандай да бір жаман кітап болсын, бір ой бұл сізге өте пайдалы ақпарат әкелуі мүмкін. Содан кейін көп ойлана бермей, бірден достарымды жинап, күніне 40 беттен оқуды бастадық. Әрине түсінемін, бұл өте қиын сияқты болуы мүмкін, бірақ та оны шешудің жолдары бар. Мысалы, сіз күніне оқитын бет санын аз-аздан бастауыңызға болады. Мысалы, күніне 5 беттен. Және де ең маңыздысы, өзіңізге қызықты кітап таңдаңыз. Өйткені ол кітап сізді баурап алып, басқа бір әлемге тербетіп алып кетуі мүмкін. Қазір сол группада ең басынан келе жатқан 5 адам бар. Бұлар сол 3 жыл бұрынғы өздеріне мүлдем ұқсамайды. Менің ең жақсы көретін сөздерімнің бірі ол кішкентай қадаммен үлкен мақсатқа жолға шығу, және де осы процестен ләззат алу. Бұл кішкентай қадамдар білінбей соңында сізге нәтиже беретін болады. Егерде осы видео сізді кітап оқуға, немесе кітап оқуды бастауға ойландырса, онда достарыңызды жинап кітап оқыңыз. Сол кезде сіз тоқтамайтын боласыз. Хотя бы 1%-ке пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментке осы туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Чао!